Жөтелді жеңу үшін мынаны ішіңіз. Күніне 3 рет қабылдасаңыз, жөтелден құтыласыз, әрі тыныс жолдарыңыз ашылады. Қалай дейсіз бе? Ең алдымен достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды айтыңыздар. Ал кеттік, бастаймыз. Жөтелді антибиотикпен емдеуге асықпаңыз, өйткені басқа да жолы бар. Жөтелі қалсаңыз, дәрі ішіп ағзаңызды уламаңыз. Одан да үй жағдайында мына әдісті қолданыңыз. Сонда жөтелден де арыласыз, ағзаңызға да зияны тигізбейсіз. Борсық майы. Борсықты естулеріңіз бар шығар. Ал кеттік. Борсық майы құрамы А, Е, С дәрумендері мен минералды заттарға бай. Бұл май керемет қыздыратын қасиетке ие. Өкпе мен тыныс жолдарын суықтан қорғайды. Одан бөлек тамырды кеңейтіп, қан айналымды жақсартады. Оған қоса ағзаны бактерия мен токсиннен тазалайды. Сондықтан да жөтел қысып мазаңызды алатын болса, борсық майын көкірегіңізге жағыңыз. Емді түнде ұйықтауға жатар кезде жасаған жөн. Сыртынан жылы орап жатыңыз. Емді 3 күн жүргізсеңіз, жөтелден құлан таза айығасыз. Бал қосылған сүт. Бұл ежелден қолданылатын ем. Алдымен сүтті пісіріп аласыз. Бөлме температурасында салқындаған соң стаканға құйыңыз. Оған 2 шай қасық бал, 200 грамм май және бірнеше тамшы зәйтүн майын араластырып ішіңіз. Бұл қақырықтың шығуына ықпал етеді. Тамағыңызды жібітеді, әрі тамақ ауруын басады. Арпа. Аталған дәннің де жөтелді емдеп, иммундық жүйені жақсартатын қасиеті бар екен. Одан бөлек көмекей без бен тыныс жолдарын қорғайды. Ол үшін арпа дәнін тұнба дайындайсыз. Емдік сусынды 1 ас қасықтан әр 2 сағат сайын ішіп отырасыз. Жоғарыда ұсынылған кез келген әдісті қолдана отырып, жөтелден біржолата айығуға болады. Ол үшін берілген мөлшер мен уақытты қатаң сақтайсыз. Достар, пайдалы кеңестерім ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазыңыздар. Және де достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар.